Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Зылбиева. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 10-шы сынып химия, жаратылыстану, математикалық бағыттағы 1-90 БЖБ-3 тапсырмалардың жауаптарымен бөлісетін боламын. Бұл тақырып стихиометрия бөлімі бойынша алынатын БЖБ-ның тапсырмалары. Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, С3 бізде sp2 гибридтенуі, NH3 бізде аммиак, sp3 HCN sp болып саналады. Және Б тапсырмасы SO3 күкірттің жаңағы орналасуы бойынша. Екінші бізде иондық және металдық болады. Суретке қарай кристалдық түрлерін анықтаңдар деген. Яғни иондық қаттылығы балқу температурасы жоғары, суда жақсы ериді, ерітінділері және балқымалары электр тоғын өткізеді. Металдықта созылғыш, жылтыр, иілгіш, жылу және электр өткізетін болады. Енді келесі үшінші тапсырманың 3 түрі бар екен, яғни А, Б, С. Енді 3-тің асына келетін болсақ, темір хлоридінің зат мөлшерін табу керек. Зат мөлшерін табудың формуласы масса бөлінген үлкен М, яғни массаны мрге бөлеміз. Енді бізде 48-де 75 граммды 162,5 грамм бөлінген мольге бөлеміз. Сонда зат мөлшерінің жауабы шығатын болады. Ол бізде 0,3 моль. Енді келесі бізде Б тапсырмасы. Үшінші есептің Б тапсырмасында реакция теңдеуін құрастыратын боламыз. 2 темір қосылған 3 хлор 2, нәтижесінде феррум хлор 3. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Бұдан кейін С. Бұл жерде көлем табу қажет болады. Хлордың пропорция арқылы белгілей аламыз. Қалыпты жағдайда 67,2 литр берілген екен. Біз жаңағы массаны аламыз. 48-де 75, 162-де 5 бүтін, ол үлкен М, яғни Мрі. 67-де 2-ні көбейтеміз 48,75-ке, бөлеміз 162,5-ке. Нәтижесінде 20,16 литр хлордың көлемі шығады. Төртінші есепке келетін болсақ, төртінші есептің асы масса натрий OH бізде табу үшін 80 грамм 20%-ға көбейтіп, жалпы 100%-ға бөлеміз. 16 грамм шығады есептің жауабы. Енді натрий OH-тың зат мөлшерін табу үшін массаның үлкен М-ге қатынасы, яғни 16-40-қа бөлеміз. 0,4 моль шығады. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль болады. Массаның өлшем бірлігі грамм. Енді бізде Б тапсырмасы бойынша H хлордың массасын тауып аламыз. 14-те 6 граммды біз 25%-ға көбейтіп, жалпы 100%-ға бөлгенде 3,65 грамм шығады. Енді осы H хлордың зат мөлшерін табу үшін массаны үлкен М-ге бөлеміз. Бізде масса 3,65 грамм шықты. Оны жалпы массаға бөлгенде 36-та 5, яғни 0,1 моль H хлор тұз қышқылымыз шығады екен. Келесі бізде С тапсырмасы. С тапсырмасына натрий OH натрий гидроксидіне тұз қышқылын қосамыз. Нәтижесінде натрий хлориді және су бөлінеді. Натрий хлорды ас тұзы деп айтсақ та болады.
Енді тапсырмасына келетін болсақ, бұл жерде зат мөлшері аш хлор және зат мөлшері натрий OH болып тұр. Аш хлорға қарағанда натрий OH-тың мөлшері көп болып тұр. Енді 3,65 грамм бізде аш хлордың массасы және x грамм бізде натрий хлор табу қажетпіз. 36-та 5 грамм бізде тұз қышқылы. Тұз қышқылының мрі 58-де 5 грамм бізде натрий хлор деп алдық. Енді пропорция құру үшін біз 3,65-ті 58-де 5-ке көбейтіп 36,5-ке бөлетін боламыз. Сол кезде 5,85 грамм натрий хлоридінің массасы пайда болады. 5-ші тапсырманың асы бізде А затымыз бізде аммоний нитраты, яғни NH4NO3. В затымыз бізде аммиак NH3. С затымыз бізде NO, яғни азот моноксиді. Д затымыз NO2, яғни азот диоксиді болып аталады. Келесі Б тапсырмасына тоқталайық, яғни аммоний нитратына натрий гидроксидін қосқанда натрий нитраты, су және аммиак бөлінеді. Реакцияны теңесіп тұрма, теңесіп тұрған жоқ па, оны да көру қажетпіз ең бірінші. Одан кейін аммиакты жандырамыз. Жандырған кезде NO, яғни қосылған 6H2O. Реакция теңестіруді ұмытпаймыз. NO-ға біз оттек қосу арқылы, жандыру арқылы біз NO2-ні аламыз, яғни азот диоксиді. Енді С тапсырмасы бойынша x грамм бізде аммоний нитраты 3,36 литр, яғни NO2. Жаңа NO2-ні азот диоксидінде деп алдық. Енді 80 грамм бізде аммоний нитратының массасы 44,8 литр бізде көлемі болып есептенеді. Пропорция құру үшін біз 80-ді 3,36-ға көбейтіп 44-те 8-ді бөлетін боламыз. Нәтижесінде 6 грамм есептің жауабы шығады. Осымен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Видеоның соңына дейін қарап, назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Бірақ та оқырмандар, менің YouTube арнамда 80% подписаться батырмасын, яғни тіркелмей, каналға тіркелмей видеоның соңына дейін көреді екен. Сіздерден сұрайтыным, енді әрқайсыңыз подписаться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.